Баршаңызға сәлем. Бүгінгі айтылатын жас спортшылар әлемдегі ең беделді жарыстардың алтын жүлделерін, титулды және өздеріне сенімді жастары үлкен қарсыластардың қолынан тартып алды. Бүгінгі видеомыз ең жас чемпиондар туралы болмақ. Пеле әлем чемпионатының ширек финалында Бразилия Уэльсті жеңген кезде небәрі 17 жаста еді. Сонау 1958 жылы Бразилия құрамасына сырттан қатты қысым көрсетілді. Бірақ Пеле үмітті ақтай алды және отандастарының көңілін қалдырмады. Кейін жартылай финалда француздарды жеңіп, әйгілі Пеленің хит-трик болды. Ең жойқын матч Швеция-Бразилия болды. Онда жас бразилиялық вундеркинд өз командасының 5-2 есебімен жеңуіне елеулі үлес қосты. Нәтижесінде дәл сол күні футболшы әлем чемпионаты тарихындағы ең жас жеңімпаз атанды. Небәрі 17 жаста. Келесі спортшымыз аңызға айналған түрік балуаны. 2 дүркін олимпиада чемпионы, 3 дүркін әлем чемпионы Хамза Ирликая. Ол 1993 жылғы әлем чемпионатында 82 келіде әлем чемпионы атанған кезде небәрі 17 жаста болды. Одан кейін ол 1996 жылы Атланта олимпиадасында жеңіске жетті. Екі дүркін олимпиада чемпионы және Қазақстанның ауыр атлетикасының басты жұлдызы 2005 жылы әйгілі болды. Ол кезде Катарда 17 жасында тарихтағы ең жас әлем чемпионы атанды. Тіпті әлемдік рекорд орнатты және әлемнің үздік спортшысы деп танылды. Кейінірек Илья жеңіл салмақта рекордтар кітабын қайта жазып, 2 олимпиаданы қатарынан жеңіп алды және бірде-бір ірі халықаралық жарыстарда жеңіліс таппады. Бокстан ең жас олимпиада чемпионының рекорды ешқашан бұзылмайды. Өйткені олимпиададағы боксшылардың жасы қазір 18 жаспен шектелген. Филдс олимпиадалық жеңіске жету жолын боксшыларды Париж олимпиадасына апаратын кемеден бастады. Дәл сол жерде ол өзінің 2 тәжірибелі бәсекелесін жеңді. Сонымен қатар олимпиадалық бокс турнир алдында тамаша формаға ие болды. Жас швейцариялық теннисші финалда француз Мэри Пирс тұтып, 1997 жылғы Австралия ашық чемпионатының жеңімпазы болды. Кейіннен Мартина Хингс маусымнан бір ғана үлкен дуылға жарысында есе жіберіп, қалған ірі жарыстардың барлығын жеңді және тарихтағы әлемнің нөмір 1 жас ракеткасы болды. Дегенмен, оның мансабы қысқа болды. Арқасының проблемалары соншалықты айқын еді. Спортшы кәмелетке толғанда бірде-бір ірі жарыста жеңіске жете алмады. Сеулдегі олимпиада ойындарында Тышқан лақап атымен аталған жас және кішкене венгр қызы жүзу қауымдастығын және оның басты бәсекелестерін таң қалдырды. Оның кішкене 45 келі салмағы 14 жастағы мектеп оқушысының 200 метрге арқамен жүзуде, содан кейін 2 есе қысқа қашықтықта күміс алуына кедергі болмады. Эгерсеги бір күндік қыз емес еді және келесі олимпиадада ол тағы 3 алтынды жеңіп алды. Сонымен қатар, тарихта 3 олимпиадада 200 метр қашықтықта арқамен жүзу әдісінде жеңіп алған бірінші спортшы болды.
Жазғы Олимпиада ойындары тарихындағы ең жас чемпион атағы мәңгілікке конькимен жүгіруші Ким Юн Миге берілді. 1994 жылғы Лиллехаммер Олимпиадасында ол эстафеталық команда құрамасында жеңіске жетті. Ол 4 жылдан кейін Наганыда табысын қайталады. Сонымен қатар эстафетада 3 рет әлем чемпионы болды. Кимнің жеке табысы әлде қайда қарапайым. Тек 1995 жылы ол 500 метр қашықтықта және көп сайыста 2 қола медаль жеңіп алды. 18 жасында жас рекордшы мансабын аяқтап, кейін ақш-қа қоныс аударды. Қазір ол жаттықтырушы болып жұмыс істейді. Тарихтағы ең жас жазғы Олимпиада чемпионы 1936 жылы Берлинде өткен суға сүңгу бойынша Олимпиада ойындарының жеңімпазы америкалық Марджори Гестринг болып қала береді. Гестринг финалдық секіруді мінсіз жасаған кезде оған басты қарсыласы 29 жастағы Кэтрин Роулс те қол шапалақтады. Гестрингтің мансабын екінші дүниежүзілік соғыс тоқтатты. 2021 жылы Токиода өткен жазғы Олимпиадада 13 жастағы жапондық қыз Момиджи Нисия әйелдер арасында стрит скейтбордингтен алтын медаль иегері атанды. Финалға 8 спортшы қатысты. Стрит скейтбордингінде биылғы ойындарда 2 жас спортшы бірден жарысқа түсті. 13 жастағы жапондық қыз және 13 жастағы Бразилия спортшысы Раиса Лил. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.